Бәріне сәлем. Бүгінгі видеода гуляш дайындайтын боламыз, ал сіздер менің арнама алдын ала тіркеліп алыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен пияз бен етті турап аламыз. Пиязымызды дәл видеодағыдай етіп, жіңішке етіп турап шығамыз. Одан кейін етімізді ұзынша етіп, дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Етімізді дәл осылай видеодағыдай етіп турап шығамыз. Одан кейін табамыздың астын жағып, ішіне майымызды құйып, ең алдымен пиязды жақсылап қуырамыз. Пиязды қуырып алғаннан кейін артынан етті салып, оны да жақсылап қуырамыз. Пияз бен етімізді осылай жақсылап араластырамыз. Оның үстінен тұз, дәміне қарай бұрышты саламыз. Одан кейін қақпағын жауып қойып қоямыз. Ет пен пияздың кішкене суы шығады, соған кішкене бұқтырып пісіреміз. Кейіннен үстінен суды құямыз. Көп емес, 2 кружкадай, 1 кружкадай суды құйып, тағы да бұқтырып ет піскенше күтеміз. Етіміз пісіп жұмсарған уақытта үстіне осындай крахмалды суға араластырып, осы табамызға сумен бірге құямыз. Крахмалды суға араластырып аламыз да, осыған құйып шығамыз. Егер суы аздау болып жатса, тағы да 1 кружкадай су құйып қоямыз. Одан кейін баяу отта қою болғанша күтеміз. Тамағымыз қою болады, сол кезде біздің гуляш дайын деген сөз. Суға араласқан крахмалды осылай құйдым. Енді кішкене ғана үстінен тағы да 1 су құясыздар да, қақпағын жауып қою болғанша күтеміз. Достар, ұмытпай ғана менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Арнамда көптеген жасалу жолы оңай рецептер бар. Бұл да өте оңай жасалатын гуляш. Достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.